Сен мені өте-өте жақсы көрген едің ай. Мен де сені өте-өте жақсы көрдім ай. Бұл тәңіршіліктегі адамдар арасындағы қарым-қатынас жөніндегі қағидалардың бірі. Құдайдың қалауымен сіздерге тек жақсылық болсын деп, мұны сіздер де білсін деп жазып отырмын. Бұл екінші қағиданың өткен уақыты. Неге десеңіз, сен деген сөзден басталады. Тағы жүгі ауыр 4 өте деген сөздері бар. Сол үшін бұл екінші қағиданың 4-ші сатысы дейміз. Мұндай өте деген сөздер тек жаратқан иемізге лайық нәрселер. Мұндай қосынды союз адамдар арасындағы қатынаста жамандыққа апарады. Неге десеңіз, адамның дене құрылысы мұндай ауыр жүкті көтере алмайды. Сондықтан өте деген күшті сөздер тек жаратқан иемізге тән нәрсе дейміз. Ондай семьяда ыдыс-табақ сыну, ұрыс-керіс, айқай-шу дегендей жағдайлар көп болады. Мұндай жағдайда ақыры жақсылыққа апармайды. Тағдыр әңгімесі. Бір жігіт айтты, ол мені өте жақсы көретін еді ай. Мен де оны өте жақсы көрдім ай. Біз бір-бірімізді қимай, жақсы көріп қосылған едік ай. Сол күні әйелім маған айтқан еді, сенің шатақ мінезін ай. Мен сені осындай деп ойламаған едім ай. Ал сенің аузыңнан ақ ит кіріп, қара ит шығады ай. Мен сенің сөздеріне шыдамай күйемін де айтамын ай. Дегенде мен айттым, сен мені кім деп жүрсін ай. Мен еркекпін, соны сен шығармағын есіңнен ай. Соны білсен аузыңды жауып жүргін ай. Өзіңнің кім ұмытпағын кім екеніңді ай. Сонда ол да маған шапшып шыға келді ай. Сен еркек болсан, сен еркектігінді білгін ай. Қатынмен жарыспай оның сөздерімен ай. Бір еркек болып соңғы сөзді маған берсең ай. Дегенде мен шыдамай айтып салдым ай. Сен не деп отырсың? Сен шешеңнің анаусысы дедім ай. Сен әкеңнің мынаусысы деген едім ай. Қолыммен көрсетіп, ең керекті менің жерімді ай. Сонда іше бастаған кезім, тоқтатпадым өзімді ай. Ол мені әбден жерден алып жерге салды ай. Содан кейін жермен жексен де қылды мені ай. Жылап отырып мені жамандады анасына ай. Міне біздің өміріміз осындай деді ай. Сонда мен оның анасының отырғанына қарамай ай. Ішіп отырған шайымды әйелімнің бетіне шаштым ай. Сонда ол да менен қалыспады ай. Лақтырды мен жаққа ыдыстарды ай. Мен де бос емеспін, мен де қалыспадым ай. Жер болып кетейін дедім, мұндай әйелмен тұрғанымша ай. Деп лақтырдым аямай ыдыстарды өзіне ай. Екі бірдей найзағай тоғысқандай ай. Шақ-шұқ болып қалдық бір мезетте ай. Сен тұр, тек мен атайын дегендей ай. Осындай біздің өміріміз, деп ол тағы жылады анасына ай. Анасы бізді айырып алатындай ай. Бірақ бізді көрсінші анаң айырып ай. Тістессек те айырылмаймыз біз екеуміз ай. Сонда мен оны жақсы көріп тұрсамдағы ай. Өзімді өзім тоқтатпадым ай. Аузымнан бұ жолы көк ит кіріп, көк ит шықты ай. Әрине, кейін біз бұрынғыдай жарастық ай. Күнде ұрсатынымызды ұмыттық ай. Кейде екеуміз қыз жібек төлегендей боламыз ай. Ит пен мысықтай да болдық, бізді бірге байлағандай ай. Көпке дейін шыдадық, қимай бір-бірімізді ай. Адамдарға ұқсап тұрамыз десек, тұра алмадық ай. Ажырасамыз десек те, жөндеп ажыраса алмадық ай. Екеуміз қанша ұрыстық та, таластық та, жарастық та ай.
Сонда да бір-бірімізді қалай да болса жеңеміз дедік ай. Бірақ біз жеңілмедік. Жеңілді арамыздағы махаббат ай. Сонда жек көру бай шықты мен міне осындаймын дегендей ай. Маған не қыласыңдар, көрейінші күштеріңді деді ай. Содан кейін ішімізге кіріп алып, жек көру бай бізді жеңді ай. Бізді емес, арамыздағы махаббатты жеңді ай. Біздің денемізге кіріп, жаулап алды көңілімізді ай. Содан кейін біз екеуміз тындық ажырасып ай. Бұл да болса ең жақсы жол еді мұндай қатынаста ай. Әйелім де кейін басқа байға тигісі келмеді ай. Ал мен ішіп кеттім, бәріне сілтеп қолымды ай. Жек көру бай менің көңілімді мүжіді ай. Әйелім де мені көргісі келмеді ай. Ол ауруға шалдығып, төсек тартып жатты ай. Ал менің өмірім осындай менің өмірім ай. Мен аурусызда қазір өлуге таярмын ай. Бірақ мені адам түгілі Құдай да алмайды ай. Мен қазір өзімді өзім жек көріп кетемін ай. Ол ішіне кіргенде оны шығармастан кезінде қиын екен ай. Ал мен өмірде еш нәрсеге қызықпайтын болдым ай. Құр бос сүлдерім қалған. Еш нәрсе маған керек емес ай. О баста жақсы көргеніме қарамай ай. Қосылмасақ та болар еді деймін ай. Онда менде сары уайым пайда болар еді ай. Мен оған неге үйленбедім деп өкінгендей ай. Сондықтан қалай тартсам да бір көр дегендей ай. Ондай жағдайда да жақсы боларым шамалы еді ай. Бірақ үйленіп бәрін басымнан өткіздім ай. Үйленбей армандап жүргенімнен ол да дұрыс дедім ай. Дегеніммен онымен еш жеңілденбеді менің көңілім ай. Кеудемді бір қара тас басып тұрғандай ай. Маған еш нәрсе көрінбейді көзіме ай. Туыс та, бауыр да, бала шаға да маған керек емес ай. Күлкіде, қуанышта жоқ менің өмірімде ай. Тек бір қара қайғы басып тұрады көңілімді ай. Міне менің өмірім осындай менің өмірім ай. Деп жігіт аяқтады өз тағдырының әңгімесін ай. Жоғарыда айтылған қағидаға келетін осындай өмір ай. Сендер ондай тағдырдан қашасыңдар ма, әлде көнесіңдер ме ай? Ол ерік тек өздеріңде, бірақ ойланыңдар ай. Айту менің парызым сендерге ай. Деді қорғаушы періштем ай.